Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгінгі бөлімде мен сіздерге тарихта акромегалия дерті арқылы әлемге әйгілі болған екі тұлға жайында айтпақпын. Ашып айтар болсам, оларды жұртқа күлкі еткен, сыртқы бейнелерін ұсқынсыз қылған, өте сирек кездесетін дерт жайында айтпақпын. Видеоны бастамас бұрын сіздерден өтінерім, парақшама тіркеліп, видео жайлы өз пікіріңізді төменге қалдырып, қоңыраушаны басып кетсеңіздер. Видеоны көп күттірмей салып отырамын. Ендеше кеттік. Арамызда Шрек мультфильмін білмейтіндер жоқ шығар. Алайда Шрек мультфильміндегі Шректің образын француздық періште лақабатымен есте қалған Морис Тие есімді инженерден алғанын білесіздер ме? Білмесеңіздер, ендеше назарларыңыз видеода болсын. Морис Тие Ресейде 1903 жылы 23 қазан күні қарапайым француз отбасында дүниеге келген. Мористің әкесі темір жол бекетінде, анасы мектепте шет тілдері мұғалімі болып қызмет атқарған. Революцияның алдында олардың асыраушылары Мористің әкесі қайтыс болады. Сондықтан олар қиналып Францияға көшіп кетеді. Бұған дейін ешқандай аурулармен ауырмаған ол 17 жасында өзінің денесінде өзгерістер орын алып жатқандығын байқайды. Аяқ-қолы үлкейіп, басы мен бет пішіні бірнеше ай ішінде адам танымастай ісіп үлкейіп кетеді. Дәрігерлер акромегалия деген аурудың салдары деп біледі. Ол гипофизде аталық ісіктің орын алуы салдарынан адамдардың сүйектері өсіп үлкеюі. Бірнеше жыл өткенде Морис жас құбыжыққа айналды. Әрине, бұл жағдай оның жүйке жүйесіне әсерін тигізбей өтпеді. Бозбала айналасындағы мазақ пен келекеге қатты қиналды. Оны ол журналистерге берген сұхбатында былай деп айтады. Жанымдағылар мені маймыл деп мазақ қылатын. Ол кімге ұнайды дейсіз? Мен осыған налып мұңаятынмын. Мазақтардан қашу үшін мен су жағасына жалғыз барып, сонда ұзақ отыратынмын. Онда тұратын жандарға менің түрімнің қандай екені маңызды болмаушы еді, дейді. Дертіне қарамастан Морис өз қатарластарынан әлдеқайда ақылды еді. Осындай сырт келбетімен ол Тулузский университетіне, теңіз қарулы күштеріне өз күшімен оқуға түскен. Анасының арқасында бірнеше тілдерді меңгерген. 40 жасына дейін ол орыс, француз, болгар, ағылшын және литовтық тілдерде еркін сөйлеген. Өмірінің соңына дейін бас-аяғы 14 тілді меңгерген. Және ол шахматты өте жақсы ойнаған. Өлеңдер мен әңгімелер жазған. Қорғаушы болуды армандаған ол өзінің ол жолды таңдамауының себебін тілшілерге былай деп түсіндіреді. Мен осындай түрмен қорғаушыда бола алатын едім. Бірақ менің есектің гүріліндей даусымды ешкім тыңдай алмас еді. Сондықтан мен теңіз қарулы күштеріне оқуға түстім, дейді. Шын мәнінде өте талантты жас жігіт Францияның теңіз қарулы күштерінде сарбаз ретінде емес, инженер ретінде борышын өтеген. Уақыт өте келе ол өзінің ұсқынсыз сырт келбетіне үйренісе бастайды. Содан кейінгі жылдары ол өз келбетіне қатысты мәселенің бәріне қалжыңмен қарай бастаған. Мұражайдағы неандертальдық адамның мүсінімен суретке түсіп, қатты ұқсайтындарына елден бұрын өзі қатты таңғалған. Барлығы күліп қабылдағанда ол ешқашан ренжімеген. Түрі осындай қорқынышты құбыжық болса да, ішкі жан дүниесінде өте мейірімді алып адам жатқанын жақындары өте жақсы білетін. 30 жастан аса алып жігіт өзінің кемшілігін артықшылыққа айналдыра алды. 1937 жылы Сингапурде Каролис Пажела есімді атақты палуанмен танысады. Ол осындай алып денелі батыр жігіттің жұлдызы жануы керек екенін түсініп, Мористі күреспен айналысуға көндіреді. Бірінші жекпе-жектен кейін Морис Америкаға көшіп, өздеріңіз біліп отырғандай, биік белестерден көріне бастайды. Ұсқынсыз құбыжық лақап атты Мористің жанкүйерлері күн санап арта берді. Шоу жасағысы келген режиссерлер оны бірден ешкімнен жеңілмейтін адам қылды. Оған осыдан бастап франциялық періште атағын бере бастады. Ол 19 рет қатарынан жеңіске жеткенде халық қуаныштан көздеріне жас алды. Осындай мансабы бола тұра Морис ешқашан өзін жұлдыз санап өзгеріп кетпеген. Ол өте қарапайым және Құдайға сенетін дін жолындағы адам болып қала берген. 1947 жылы ол Рим папасымен арнайы кездесуге де барған. Бұл атақ осы уақытқа дейін әлі ешқандай балуанға бұйырмаған еді. Оған еліктеушілер өте көп еді. 1940 жылдары Америкада
Он шақты періштелер француздық періштеге еліктеп өнер көрсеткен. Россиялық періште, чехиялық періште, канадалық, польшалық, алтын періште, қара періште деген, тіпті араларында періште ханым дегені де болған. Бірақ ешкімге ұқсамайтын Морис уақыт өте өз қалпын жоғалта бастаған. Тіпті ұйымдастырылған жекпе-жектердің өзін ол зорға жеңетін болған. Өкінішке орай, ауруымен үздіксіз мансабы өз дегенін жасамай қоймады. 1953 жылы өзінің соңғы жекпе-жегінде жеңілген француздық періште бір жылдан кейін жүрек ауруынан қайтыс болады. Ол өмірде жан досы болған Каролис Пажеламен бір күнде қайтыс болып, екеуі бір жерге бірге жерленген. Екінші бөлімде акромегалия дертінен зардап шеккен Мэри Энн Вебстер есімді әйел туралы айтпақпын. Мэри Энн Вебстер 1874 жылы 20 желтоқсан күні Лондонда дүниеге келген. Оның ата-анасы өте қарапайым шаруалар санатындағы адамдар еді. Мэридің өзінен бөлек 7 бауыры болған. Ол осындай қарапайым өмір сүретін басқа да отбасылардың қыздарынан еш артықшылығы жоқ еді. Әрине бұл басында. Ол мектептен кейін мейірбикенің оқуын оқып, ауруханаларда мейірбике ретінде жұмысқа орналасқан. 1903 жылы сүйкімді бойжеткен Томас Беван есімді фермерге тұрмысқа шығады. 3 жылдан кейін оның денсаулығы сыр бере бастайды. Оның осындай сәттерде жанында болған жолдасы 11 жылдық некеден кейін өмірден өтіп, Мэриді жалғыз қалдырады. Сол уақыттарда онсыз да денсаулығы сыр беріп жүрген жас жесір әйелді айықпас дерт адам танымастай өзгертеді. Акромегалия деген ауру видеода бірінші көрсеткен ер азамат секілді Мэридің де бет-әлпетін өте қорқынышты ұсқынсыз ете бастайды. Осы себепті Мэриді ауруханадағы ұзақ уақыт атқарған адал жұмысына қарамастан жұмыстан шығарып жібереді. Мэри одан кейін басқа жұмыста таба алмайды. Қай жерге барса да есіктен кірместен жоқ деген жауаппен қайтарып жіберіп отырған. Өте қайсар мінезді әйел сонда да қайтпай балалары үшін барлығына дайын болды. Циркте ең ұсқынсыз әйел атағын беру туралы жарыс ұйымдастырылып жатыр еді. Мэри ол жерге өтініш қалдырып, әрине ол жеңіске жетеді. Бұл жақсы болсын, жаман болсын, ең бастысы енді Мэридің тұрақты жұмысы болатын болды. Циркпен бірге ол жарты әлемді аралап, өзінің түрімен жұртты таңғалдырып жүрді. Шотландия, Англия, Америка, тіпті Ирландияда да өнер көрсетті. Ең ұсқынсыз әйел атағын ол еш қысылмастан иеленіп жүрді. Оның басты мақсаты балаларын тойдырып, ішерге ас, киерге киімдерін тауып беру еді. Оның жағдайына жаны ашыған Харви Кушинг есімді нейрохирург оған көмек қолын соза бастаған. Ол келіншекті әрдайым мазақтан, елдің сөздерінен қорғап қолдап жүрген. Оның жағдайын біліп, пациент ретінде қарай бастады да, оған акромегалия деген диагноз қойды. Бет-әлпетінің ұсқынсыздығы дертке байланысты екенін біліп, Time журналына мазақ ретінде, күлкі ретінде Мэри Эннің түрін қорлауды доғару қажет. Оның ұсқынсыздығы дертіне байланысты екені жайында хат жолдайды. Күрделі тәулік бойы жұмысы, іс-сапарлар, жұмыстарының моральдық мағынасы, оны қорлау ретінде шығарылған журналдағы басылымдар оның денсаулығына зиянын тигізді деуге болады. Ол сондықтан да ащы суға құмартып, соның кесірінен денсаулығы одан әрі нашарлап кетеді. Осындай диагнозбен ауыратындардың едәуір жасқа келуі неғайбыл еді. Осылайша ең ұсқынсыз әйел атанған Мэри Энн Беванда 1933 жылы 26 желтоқсан күні 59 жасында қайтыс болған. Назарларыңызға рахмет.